Сәлеметсіздер ме достар? Әсемнің арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі санымызда дәмі тіл үйіретін өте дәмді Орео чизкейгін әзірлейтін боламыз. Құрамына қажетті заттар: сүзбе, жылы су, желатин, ерітілген сары май, қаймақ, қант, жұмсартылған сары май, Орео печеньелері және де 20 диаметрлік форма қажет болады. Сіз өздеріңіздің формаларыңызға қарай жасап дайындай берсеңіздер болады. Алдыменен үккішімізге печеньелерімізді қабынан ашып салып, жақсылап тұрып уақтап алатын боламыз. Ұнтақталған печеньелерімізді ыдысымызға салып, үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап тұрып біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Араластырып болған соң, жаңағы 20 диаметрлік, менде 20 диаметрлік форма, сіз өзіңіздің формаңызға қарай жасап әзірлей берсеңіздер болады. Формамызға жақсылап тұрып араластырылған печеньелерімізді салып, түбіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Және де жайылып болған печеньелерімізді тоңазытқышқа жақсылап тұрып салқындап қатқанша салып қоятын боламыз. Мінекей дайын болды, тоңазытқышқа салқындатуға жібереміз. Одан кейін кесемізге желатинімізді салып, жақсылап тұрып араластырып, ісінуге шетке шығарып қоямыз. Енді салмасына көшетін боламыз. Бұл салма жайында айта кететін болсақ, біреулер кілегей салып жасағанды жақсы көреді, ал мен өзім сүзбе салып жасағанды жақсы көремін. Сол үшін сүзбені таңдадым. Сүзбеміздің үстіне қаймағымызды, қантымызды, ерітілген сары майымызды салып, жақсылап тұрып блендерлеп алатын боламыз. Біркелкі масса болғанша. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Біркелкі массаға айналды. Жаңағы шетке ысырып қойған суға ерітілген желатинімізді қысқа толқынды пешке аз уақытқа ерітіп салып аламыз да, біркелкі массамыздың үстіне жайлап құйып отырып араластырамыз жақсылап тұрып. Массамызды араластырып болған соң, үстіне жаңағы Орео печеньелерін қолымызбен ұсақтап, дым ұсақ қылуында қажеті жоқ, орташа ұсақ қылып қолымызбен бөліп салып аламыз да, жақсылап тұрып оларды да араластырып аламыз. Міне біздің печеньелеріміз жақсылап салқындап қатты. Ендігі үстіне дайындап алған сүзбелі массамызды жақсылап тұрып салып аламыз. Және де бетін біркелкі етіп түзеп шығамыз.
Сүзбеміздің бетін тегістеп алғаннан соң үстіне әдемілік үшін Орео печеньелерін қойып шығамыз. Және де тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қатырып қоямыз. Чизкейгіміз дайын болды. Тоңазытқышта салқындап 4-5 сағат тұрды. Әбден орнықты. Енді сыртындағы формамызды жайлап абайлап аламыз. Дайын болған чизкейгіміздің үстіне әркім өзінің қалауынша безендірсе болады. Мен Орео печеньелерін ұсақтап үстіне сеуіп шықтым және де қатырылған таңқураймен безендірдім. Осымен менің чизкейгім дайын болды. Өте көздің жауын алатын тәтті болып шыға келді. Орео чизкейгі пісіруді талап етпейді және де көп уақытыңызды алмайды. Бірақ сонымен қатар кез келген дастарханыңыздың, шараңыздың өте көздің жауын алатын дәмді, тәтті түрі болмақ. Сіздерде Орео чизкейгін дайындап, әзірлеп көрсеңіздер болады. Рецептін міндетті түрде сақтап, маған жүрекше және де жақсы лебіздеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен қоштасамын. Сау сәлеметте болыңыздар.